аспаны алтындан даласы думанды бастады далама қарашы тегеген жерге гүл шықты ғой дәнегім тербеген қазағым мықты ғой менің едім жырың болып төгілемін гүлің болып егілемін едім туған жерім менің Қазақстаным. Алло, Жан, тез жауап бердің ғой, бұрын етпейтінен. Походу, жаура боянып кеттім ғой деймін. Киінбей ұйықтағансың ба не? Даже ештеңесіз жатқан сияқтымын ғой мен. Жан, абайла шауырып қама. Негізі мен күшті жаңалық айту үшін звондағам. Қандай жаңалық, не болды? Кеше тиктокқа видео салған едім. Осы миллион просмотр жинапты, скоро блогер болатын шығарым. Молодец. Қуансай ба, кішкене? Неге қуанбаймын? Қуанам? Қуаныштымын? Жан, давай, пока. Давай, покасы не сосын, не әдет осы? Осындай жаман екен. Тағы бір нәрсе түсіру керек. Данияр, тұршы. Не болды? Бізде екінші дубль сияқты. Біз тағы бір нәрсе білдірдік қой деймін. Қарасай. Қой. Шырттай болып киінаппыз ғой. Біреу үйленді ма? Сен ғой үйленген кеше? Қумаша братан, қайдағы үйленген? Шынымен кеше тойларында болдық қой? Сен еңлікке үйлендің ба? Братан, мынау еңлікке үйленді ма? Еңлік мен танымаймын. Бірақ бір үлкен әйелге үйленді. Еба. Қалай болды? Зор болды ғой. Мощный биледік қой. Есімде ештеңе жоқ. Мен есімде ғой, қалай болған сендерге айтып берейін. Короче, той бұлай. Енді жүзік тағу рәсімі. Күйеу жігіт өзінің қалыңдығына неке жүзігін тағу тиіс. Бәрекелді. Міне, жанымдағы екі жігіт куә. Ал енді екеуіңізге сүйісуге рұқсат. Қалғандарыңыз биге! Короче, осы ғана есімде, кейін шаршап ұйықтап қаптым. Тоқта. Сонда жүзікті ана қатынға беріп жердік па? Ол мен әжемнің көзі ғой. Еба жігіттер. Хана, маған қора. Бека, тұршы. Сер, тұр. Срочно жүзік табу керек. Ана елді біз танымаймыз да. Түрін де тамағамыз. Адресін де білмейміз. Енді қақтың тапты ғой. Братан, автобусыңызда камера бар шығар. Ана қатынды срочно табу керек. Бар. Ол үшін стоянкаға бару керек қой. Флешкадан компьютерге өткізу керек. Тез барайықшы тағы. Ол жерге сендерді кіргізбейді бірақ. Телефон нөмірлерін жазып қалдырыңдар WhatsApp-қа. Кейін лақта жіберем сендерге. Онда мен WhatsApp нөмірін жазбаңыз. Маған жіберіңіз бар ма? Так. Міне, тектер, біз онда құртырмайық. Мен машинамды тауып алайық. Арғай бір мәнсі болады. Кімді шақыран етейін WhatsApp-ты? Автобуста той жасаған болсақ, онда біз точно косячниктер деп сақтап қойсаңыз. Жігіттер, тағы да не болды бізге? Сол бәрін басынан бастап еске түсіру керек болды қайтадан. Еңлікке не айтамын да? Сен пока ештеңе айтпа оған. Ана водитель братан видеоны жіберсін, сосын арғай бір мәнсі болады. Жігіттер, осы біз қалай тентек болып қалдық деймін да? Сорлай! Сен туылғаннан тентексің ғой. Біз айтуға болады қалай тентек деп. Жігіттер, күйдіреді ғой. Бәрін басынан бастап еске түсірейікші. Так, біз бәріміз пикникке барамыз дедік, Сосын мен сені алып кетуге бардым. Отағасы,
ол жаққа барған кезде ішпейтін шығарсыздар, я. Ой, қайдағы ішкен, ішпейміз. Жай үшін пикник қой. Алдыңғыдай қуып кетпесінші деп жатқаным ғой. Қумаймыз, уәде берем. Отағасы, сізбен сөйлескен бір приятно ше, бір сүйкімдісіз ғой. Тойыңыз да кішкентай-ақ. Білесіз ба? Сізді әжемнің айтуы бойынша таңдап алғам ғой мен. Әжең не деді? Қызым, өмірде жар таңдаудан қателесуге болмайды. Сол үшін жігітпен жүрер алдында алдымен бойына қара. Бойы аласа жігіт болғаны жақсы. Өйткені бойына қарап үйде апрельский сирен деген сөз бар. Сондай ма? Онда мен де сені әжемнің айтуы бойынша таңдап алғам атак. Сіздің әжеңіз не деп еді? Балам, үйленетін болсаң қазақтың қара қызына үйлен. Өйткені олар күнге күймейді. Загар алып қалдым деп жылап отпайды. Өйткені олар туылғаннан загар алып қойған. Бір кемшілігі түнде көрінбейді. Түнде көрінбейді екенмін ғой, сонда значит. Менің де бойым кішкентай екен ғой, значит. Отағасы. Бірақ екеуміз бір-бірімізді күшті толықтырамыз ше. Құдай. Кімнің отағасы? Қойшы, еркелете берме. Оданша бір бетіңді ақпе шөлп етіп сүйейін бір. Ладно, сүйіңізші. Бәрібір әжем көріп те тұрған жоқ қой. Ұят жоқ па екеуіңде сонда? Ой, қалайсыз, Макс? Қашан кеп қалдыңыз? Ұят болды ау. Жақсымын, рахмет. Әжелеріңді айтып бастағаннан бері осы жерде отырмын ғой, байқайма десем өліп баратсыңдар ғой. Өліп баратырмыз ау. Сүйсем қызым ғой, не болыпты? Сүйсең одан әрі, маған десен әбі жабысып қалмайсыңдар. Ой, кешіреңгілік саған емес. Балдар күтіп қалды ғой, аяқта тез. Бопты, давай жолығымыз. Ладно, отағасы. Сау болыңыз, жолыңыз болсын. Сау бол. Жүріңіз отағасы. Ей, Серік, қайда барысың? Амандаспайсың ба? Өзіңіз ғой кеше сөйлеме деген. Ей, кешек. Бүгін ағып жөндеп амандаспайсың. Басынан келейін бе енді? Я, басынан кел. Қайтадан амандас шығаны. Онда сізді байқамағандай болып тұрыңыз, ә? Жарайды. Қайтадан амандас. Ата, ассалаумағалейкум, қалайсыз? Уағалейкум салам. Қайда барасың? Жігіттер келген ғой, соған бара жатқам. Өзіңізше? Мен әлгі Муркамды таппай. Ана ұйықтап жатыр ғой Мурка. Ой, бәрекелді. Ата, сіз лучше бар ғой. Алиса алсаңызшы. Сол сөзіңізге ответ қайтарады ғой. Сол Алисаңды қош. Жан-жол нәрсенің керегіне кел отыр. Әңгімелесеміз. Отырамын, балдар күтіп тұрады да мен. Беркелі. Ұсталмайым деп ойладыңдар ма? Ұсталып қалдық қой. Каневшикаларын. Барс еткімді? Әкел барс еткіңіз. Тез тоңқайыңдар екеуің. Неге? Олай сұрақ қояды ғой ау. Давай тайыңдар. Ініме айтам, айырады екеуіңді. Жоқ әлі. Күт. Тосын бәр түгеле. Жүрмейік. Бүгін ауа райы күшті болып тұр яқты, ә? Серік, сағатың неше болды? 11:59 болыпты. Қазір 12:00-де маған тамақ әкеледі. Әкелме десем күнде әкеледі. Әлі, өзі де келе жатыр ғой. Сәлеметсіз бе ата? Саламатсыз Серік аға? Амансың ба? Тамақ па? Әдеттегідей. Бүгін не тамақ, қызым? Бүгін манты. Әкем кешке жақын үйге қарай өтсін дейді. Үйде ет асып жатырмыз. Нұрка, екеуміз осы кешке дейін жетер. Рахмет айналайын. Жақсы болыңыз ата. Сау болайын алайын. Рахмет, Серік. Осы өте жақсы қыз. Танимын ғой, Жәнібек көкең қыз емес па? Серік бар ғой. Сен осы қызды алып асай. Атам мен қызым бар ғой. Оның үстіне бұл қыз менен 8 жас кішкентай ғой. Ой, не қылады? Махаббат жасқа қарамайды деген. Әлгі менің кемпірімде менің 5 жас үлкен болатын. Апам Милфа болған десеңізші?
Милфа деген еміне білесі. Ладно, білмей-ақ қойыңызшы. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Ата, бір серік досымыз жіберіңізші. Болмаса мұркаңызды бересеңізші. Ей, моркада жұмыстарым болмасын. Мынаны алып кетіңдерші. Миымды ашты болды. Сізде ят жоқ па ата? Өзіңіз ғой шақырған. Барыңдаршы енді. Миымды ашытпай. Жүрі. Ей, не? Ержанка дұрыс болмады негізі. Қой, Жора, жақсы мен үйге кірдім. Чат көңіл күйім жоқ. Менде де дым настроение жоқ ше. Ойнайтын болса хабарласасың ғой, а? Болды, звондаймын, Brawl Stars ойнайық. Болды, жақсы. Мә, дәрбіз сөйті бұлдырғыдан қалған ғой деймін. Айнып кетті. Шықым алмай-ақ қойсыншы. Бека, не істеп жүрсің сен? Халық көріп. Ойыншық көре бермей, оданша магазин алдында барда піскен үлген арбуз алда машинаға сала береді. Қайт келейін ба? Келмей-ақ қой, соны салшы бар. Нан алдым мен. Бека, арбуз жемейсің ба? Жемеймін, ішім ауырады. Зря. Дерзкий дарбыз екен. Таза піскен, ау деймін. Жұмсақ екен, сәл бұл жақта өкінде бірақ. Нормально. Сол дарбыз жегеннен кейін бар ғой. Мен автобуста бірақ есім жейдім ғой. Мынау бірдеңе қос қоймады ма? Кім? Сен? Шындыма не қосам мен? Қалай онда біз сол оқиғадан кейін ештеңе есімізде жоқ? Менің есімде ғой. Қалай есімде? Короче, пикниктен шықтық. Содан кейін былай болды. Макс, жолдың шетінде тұр, тоқташы. Еңілік тұр ғой. Жоқ, ол емес. Көзіңді ашып қарасай. Еңілік қой. Жігіттер қараңдаршы. Қарасай жақсылап еңілік қой. Әжептәуір салмақ қосыпты ғонда, я. Отыр, үйіңе апарып тастайын. Мен үйімді білесіз ба? Еңілік не болды саған? Конечно білем. Отыр. Жарайды. Айда. Семіз болса да, мәзді да. Мәселе, айда. Еңілік, жаным. Түсші. Кете. Сен не істеп тұрсың? Сіз мені еңлік дейтін біреумен шатастырып жатырсыз-ау? Жаным, еңілік. Біліп тұрмын, сен қобалжып тұрсың. Қобалжыма. Мен саған қазір сөз салам. Жындысың ба? Қандай сөз? Мен жындымын. Мен саған ғашық болып қалған жындымын. Еңілік, жаным. Үйленейікші бүгін. Мынау алтын жүзік. Бұл миллионнан да қымбат тұрады. Миллион? Жарайды, келістік. Жігіттер, Даниярдың милфаларға қызығатын білмеппін. Жігіттер, бүгін той болады, той! Құрметті тойға жиналған қауым, бүгін менің досым үлкен батырлық жасап үйленіп жатыр. Не дейміз? Бүгінгі тойларыңыз құтты болсын, көтерген шаңырақтарыңыз биік болсын. Водитель үйге, қалғандарымыз биге!
Мал десе мал екенсің бар ғой. Біліп тұрсаң тоқтатпайсың ба? Мен тоқтатпақшы болдым. Просто екеуің әдем жарасып тұрғаннан кейін тойын шығын бұзбай ақ қойын дедім. Ұрып өлтіретін адамсың ғой. Ұр. Ай істедім ба мен? Ақыл ескемде ұра бересің ба? Болды, қойындашы жігіттер, қойындашы болды. Сен де қойшы. О, міне видеода келді. Мынау еңілік емес екен ғой. Брат, сендер екі мама болыпты, құтты болсын. Қойшы. Жігіттер, маған срочно нағашыға хабарласу керек. Алло, нағаш, ассалаумалейкум. Уағалейкум ассалам. Нағаш, маған срочно көмегіңіз керек. Мен сізге бір видео жіберем. Сол видеодағы әйелдің адресін тауып беріңізші. Тағы не бүлдіріп қойдыңдар? Түнде бір қатынға үйленіп алыппын. Бірақ ешкімге айтпай қойыңыз, жарай ма? Жақсы жаңалық қой. Әпшеме звондап, сүйіш сұрайын да. Базар жоқ, әзіліңізге. Нағаш, әзілдесіп тұратын уақыт жоқ. Серьезный нәрсе. Жарайды, WhatsApp-ыңа жіберем. Жақсы. Жетамыз. Болды, қазір жібереді, хабарласын. Кетті ғана машинеге. Күрттіңдір. Езулерін құлақтарыңа жетіп тұрсын. Осылай ма? О, дәл осылай. Сен екеуіңді үйсіп тұрыңдар. Қазір жүзікке келгенімізді ешкімге айтып қоймаңдар. Ал, бисмилля. Ассалаумалейкум, досым. Үйде үлкендерден біреу бар ма? Қазір шақырам. Қазір шығады. О, досым, қалайсың? Үйде үлкен біреу бар ма? Қазір шақырам. Көріп тұрыңдар. Қазір шығады. О, ассалаумалейкум, подружка. Үйде сенің үлкен біреу бар ма? Қазір шақырам. Енді точно шығады, жайлап өсіп келе жатыр ғой. Сәлеметсің бе, құрдас? Үйде реально үлкен бір адам бар ма? Болды, қазір шақырам. Болмаса любой біреумен сөйлесе берейікші. Сәл күте тұрш, өсіп келе жатыр, шығатын жер қазір. О, деп шаршап кеттің. Үйде бір мұрты бар, үлкені бір кісі бар ма? Қазір шақырам. Мыналардың семьясы мен матрюшка ма бірдеңе ғой? Жайлап өсіп келе жатыр ғой бұлар. Болмаса қайтамыз ба? Қайқа қайтасың не? Жүзікті алмаймыз ба? Басқасын ала салайық та? Қуасың ба? Әжем дүниеден өтетін кезде не дейді? Не деді? Балам, мен ештеңе айтқан жоқпын. Деп айтқан еді. Әжеңді өлмейтін болса қайта берейік та? Просто керек еді. Жігіттер, ақыр келдік па? Соңын айтын бітірейік. Ол кім? Үлкен адам дауыс шықты. Светтен кеп тұр еді, көке? Светке төледім ғой. Онда газдан келдік. Газға төледім ғой. Судан келдік десек, ашасыз ба? Суға төлеген жоқпын мен. Кіріңдер онда, заходите. Ассалаумағалейкум, құдеке. Что-то не то. Вы же не из-за воды только пришли. Или вы мошенники, или вы своровать что-то пришли, а? Не понял я. Орлоға келдіңдер ма? А? Воровать пришли? Братан, қайда ұрлық? Тонауға келетін болсақ, бетімізде маска болмай ма? Ну да. Мошенниктер, вы, может быть, детей воровать пришли, а? Братан, ондай. Керек емес о, бала-шағаңыз ұрлап, оларды асырау бізге проблема ғой, не қыламыз ол? Ондай да бар. Братан, әжетханаға барып берсем бола ма? Бар. Прямо потом направо. Не, ну честно, не үшін келіңдер. Грибок, не үшін келіңдер им? Чё пришли? Папа, бұлар ше біздің мамамызды ұрлауға келді ма, не алды?
Қайдағы, что ты? Вот ну неге сен солай айтасың? Кому твоя старая мама нужна? Неге керек емес, керек? Как раз сол кісіге құда түсіп келіп отыр. Ей аға, не істеп жүрсіз бұяқта? Әжет қана іздеп жүрмін. Онда тіке жүріп оңға бұрыласыз, сөйтіп сәл жүріп солға, сөйтіп алдыңызға шыққан поворотта оңға, тағы оңға бұрыласыз, оң жағыңызда әжетхана тұр. Базар жоқ. Әжетхананың лабириттің ішіне тығып қойыпсыңдар, Басқа әжетхана жоқ па үйде? Үйде бар, бар үйде. Онда мен сояққа кіріп шығайын, Жұмыс онда жолды көрсетші дейін. Інім, тірлігіңді істей бер, өзім кіремін де шығамын, жарай ма? Грибок, что-то я не понял. Қайдағы құда? Құда? Енді аға, бізде ұл бар дегендей, сізде әйел бар дегендей, қалың малын төлейміз. Малсың ба? Қандай қалың мал? Үлкендер сөйлеп атқанда жағаласпайды. Действительно, аузыңды жапшы. Үндемей отырмайсың ба? Папа, мыналар ше, короче, біздің мамамызға үйленейін деп тұр. Еще ақша берем деп жатыр. А ты чё? Қанша төлейсің? То есть, онда күйеу бар. Міне отыр ғой міне? Братан, онда мен саған жаман жаңалығым бар. Әйелің тағы бір күйеуі бар ғой сен. Сен аузына қара. Ты о чем говоришь? Какой муж? Вот муж сидит. Сен білсең өзінен сұра бар бе? Данияр дегенге тұрмысқа шығып болған ғой. Қайда Нияр? Мен қазір сұраймын мен сұраймын қазір. Мына бас деген майланайық бітті ғой. 5 күн болып бас жумағаныма ше. Мына суда өшіп қалды ғой. Папаны айтамдай, тым болмаса судың ақшасын төлете олады ғой. Қашанына қарасаң мама төлейді ғой, білесің бе? Жұрттың папасына қарасаң қызғасың ғой осы ше. Біздің папан жүрсін қарасай мені. Не бопты сендердің әкелеріңе? Құдай қаласа жұмысқа тұрады ғой. Білесіңдер ғой домашний арест екенін. Қашан шешіледі домашний аресті? Құдай қаласа әкелерің жазықсыз екені анықталсын, шешіледі ғой. Кәскел. Осылай дәр. Айгүля, лучше шыныңды айтма. Шын айтмаған. Что? У тебя кто-то другой басқа бар, Помимо меня кто-то есть, да, у тебя? Кто-то есть, да? Деп тұрсың сен, не деп? Сен маған шын айт. Кто-то есть, да? Сенен басқа ешкім жоқ жаным. Анау кім? Между нами прикосновений жоқ. Кім анау Данияр? Данияр кім ол? Кто? Молчишь, да? Значит, согласие, я сондай бар. Есть кто-то у тебя, да? Смотри в глаза, көзге қара. Ох, ты дал! Все. Сен кетші әкенің қасынан. Не істеп жүрсің ғой? Жігіттер, сендер мен жоқтығын білдірмеңдер. Мен ішке кіріп жүзікті іздеп шығам. Сен қайқа? Ішке Данияр кетті ғой? Ол мен сияқты іздей алмайды ғой. Мен Шерлок Холмспын ғой. Дай не кезің ғой сен? Өзім Аллахқа кет шыққанмын. Сенесің бе өзің? Айгүля, енді басқа адамға кетесің ғой, Айгүля. Аужан. Отағасы, қалайсыз? Неге қараңғы жерде отырсыз? Шықсаңызшы жарыққа. Жарыққа шығуға болмайды. Ұстап алады. Шкафтың ішінде біреу бар. Мен. Отағасы деймін. Қандай жерде отырсыз? Жай сөйлеші. Шкафта отырым. Қандай шкаф ол?
шкаф. Данияр ғой, ә? Данияр ғой. Ой, күйеуге Папасы, туалетке барам деп осы ма? Ассалаумағалейкум. Не істеп жатсың осы жерде? Пойыз күтіп отырмын аға. Қайдағы пойыз? Конечная станция саған, шық! Ойбай, Данияр деген осы ғой. Осы ма? Иә. Елки! Сонда не, отағасы менің көзіме шөп салып жүр ма? Қаз мен қыздарға хабарласайыншы. Ау, еңлік, айта бер, не болды? Қалайсыңдар, қыздар? Жақсымыз, рахмет, өзің қалайсың? Нашар. Не болып қалды, ойбай, тағы да, не болып қалды? Отағасы менің көзіме шөп салып жүр. Оны қақты не естіп жүрсің? Естіген жоқпын, өз көзіммен көрдім. Оны точно біреу оқытып дуалап алған, білем мен. Онда дуаны қайтару керек. Сендерде Тәуіптің номері бар ма? Қоя тұрыңдар, Тәуіп Ирунда мынандай бір бақсы бар. Мен адресін білем. Еңлік сен мен кеп алып кетсей? Онда мен де алып кетші, мен де жаяу жүрмін. Жанна ше, Жанна бармайды ма? Жоқ, бармайды, ауырып қалған. Болды, онда мен как раз үйде болам. Аға, неге терезеден кірдің? Менің ойыншықтарымды ұрлайын деп жатсың ба? Жоқ, жүзік ұрлайын деп жатырмын. Мына жүзік бе? Иә. Досым, мына жүзікті маған берші. Жоқ, бұны мен бірінші таптым. Сен мына жүзікті маған берсең, мен саған фишке берем. Давай ойнаймыз ба? Давай. Үй қорқыныштылау екен, я? Енді бақсы балгер дегендер өзі бір осындай жерлерді мекендейді ғой. Қайда баратсың? Астыға түспейміз бе? Ойбай, подвалға ма? Кришада күтіп отпайды ғой енді сен, жүр. Жүр, түсе енді. Давай. Түс. Давай, бісміллә. Қандай қандай жер, мынау? Фуй, мене іш бәрі түтін. Фу. Абайландар, Не бәлені ғой? іш бәрі түтін ба, я? Тұман. Мангоның иісі шығады ма? Кальянның вкусы ғой, манго. Сәлеметсіз бе? Бәке, мен ғой хабарласқан. Кеңдер отырыңдар. Ты чё, Данияр, Ты чё, Данияр, Не істеп жатсың? Ты чё деймін? Братан, ашуланбаңызшы. Мен тек кольцоны алуға ғана келдім. Қайдағы кольцо? Кольцо? Бергел. Тыңдашы жаным, ана бітсе сен жағдайын қиналып қалғаннан кейін қарызымыз көбейіп кетті. Сол қарызды жабу үшін жүзікті алдым. Ах ты, из-за этого выйти замуж сол үшін ба? Сол үшін ба? Бергел, мен сразу көрсетем Коптегайский военкомат. Братан, ашуланбаңызшы. Біз әлі үйленген жоқпыз. Бірақ үйленсек па деп жатырмыз. На саған! Держи меня! Держи, кит! Өлді ба? Иә. Қиын екен онда. Кән суретін көрсетіңші.
осы ғой бәке, қарап беріңізші, қай оңбаған дуалаған екен. Иә. Негізі бар ғой, бәке, біз точно дуаланған ба жоқ па білмейміз, просто нақты көз жеткізу үшін келдік та. Негізі ше, екеуі махаббаты күшті, бірақ Даниярдан онда күтпедік. Еңліктің аузын естіп шок кеп отырмыз. Мен де шок болып отырмын негізі, кальян шеккендеріне. Бұл гайморитке ғой, негізі. Братан, менде де негізі гайморит бар еді, соған ғой. Негізі ше, үшеумізде де гайморит аға. Сендерге тауға кеп, қан шығару керек онда. Міне, дайын. Қақтан шықтың ау? Ой, любой тәуіп сол ғой, қан шықпаса көр алмайды. Далаға шығасыздар есік алдына. Қалпағын сәл кесіп қан шығарасыздар, кішкентай. Мынау ыдысқа құйып алып келесіздер қанын. Басында қызылын кесетін шығармыз, қалпағы деген. Иә. Жарайды. Ұтылдың ба? Иә. Досым, бірдеңе айтайын ба? Иә. Мына сенің үйінде жүрген кісі бар ғой. Сол сен папаң емес қой. Сонда мен папам кім? Мен. Мына жүзік береміз ба? Аңсар, сен шай ішесің ба? Сен ба? Сен тағылап келмейсің ба? Кім ол? Мен. Білмеймін дегеніз? Так, не деді бағана? Басында қызылын кесу керек деді. Қан керек деді ғой. Отағасы үшін жан пида. Бісміллә, кет. Сен жарымсың ба? Не істедің, Не істедім? Қан шығару керек деді ғой. Қандай кес деді ғой саған, түк көрмегендей, мә? Қиынаған. Құяйық. А ну, кольцо бери сал оған. Бери сал кольцо. Давай. Кольцо менде емес, кольцо арғы бөлмеде. Данияр, давай, тұр. Исчез из моей жизни, из этого дома. Исчез, Турдим. Турдим! Встал! Братан, әйеліңізде, үйіңізде өзіңізге бұйырсын. Қайдағы бұйырғаны? 5 балаңыз бар. 6-шы на залете. Или это пивной? Пивной ғой. Давай, Турдим, тұр. Кәпчегескі военкомат көрсетейін бе саған, бәле. Міне қан. Не алындар өлтіріп саңдар ма? Иә бәке, тура өзіңіз айтқандай ғой. Мен сендерге өлтір деген жоқпын ба? Айттым ғой. Мейлі көрейік қазір. Бұл қызымыз сәл осындай болып қалды енді. Көріп тұрмын. Нені көріп тұрсыз? Әйелмен жатыр ма? Көріп тұрмын. Нені көріп тұрсыз? Айтсаңызшы енді. Ма интрига ұстайды екен, иә? Пер батыр ма? Не істеп батыр? Ыңқылдап айтсаңыз тез. Болды, көрдім. Жігітің сені жақсы көреді. Ешқандай әйелмен жүрген жоқ. Айттым ғой. Даниярдың ондай жоқ қой. Өзімен өзі жүрген бала. Болды сіздерден 10 мың? 10 мың? 10 мың болса 10 мың берем. Арзанға беріп отқан жоқсың ба? Ештеңе, жүр. Сен яғың жүзікті алдың ба? Иә, алдым. Әкеш. Бере алмайым бәс. Қалай бере алмайым? Әкелі бер. Не істейді жолдың ортасына отырып шайын ба? Сен не? Жұтып қойдың ба не? Иә. Хайуан, топассың ба сен? А? Маған шығарып бересің, түсіндің ба? Қалай да болсын шығарып бересің, жүр. Не істеп кеттің, болшы тесіз. Сәл күте тұрсай, адамнан жүзік шығу оңай ма саған? Шықта. Кән, әйел. Мынау сол ма? Осы. Өлтіріп қойын бұтыра. Көмеңізге рахмет нағашы. Оқашық. Тағы да бір өтініш бар. Сендер мен болмасам өлетін шығарсыңдар, ә? Солай болып тұр ғой енді. Короче, Толик деген бір кісі бар. Хозяин! Хозяин!
Бұл кім? Полиция ма? Бар. Здорово желаю. Асқар Жұмаділдаев, 13-ші учаскадан. Ассалаумағалейкум. Кешірін сұраймыз. Бізде недоразумение болып кетті да. Семейный болады да, ондай. Бытовой дегендей. Сол. Данияр жазған ба? Данияр жазған ба? Заявление. Жоқ, ол емес. Мен жақсы жаңалықпен кеп тұрмын. Барлығы шешілді. Ұрылар табылды ғой. Жақсы болды. Бәрі дұрыс, ештеген уайымдамаңыздар. Сонда папа домашний арест емес па? Ой, ешқандай аресте емессіз, бол. Смело жүре беріңіз. Папа, сонда сіз суды қосасыз ба? От души басшымамыз ба сонда? Жуасың ғой. Сағал мұрныңыз алын жарыс қайтем. Қайдағы? Жолдас инспектор, сізге көп рахмет. Аман болыңыз. Маған айтпаңыз рахметті. Даниярға айтыңыз. Сол ғой шешкен. Конечно, біздің Данияр енді сондай жентельмен. Тем более, бывший күйеу моей жены. Да, сол. Шутка. Шутка ма? Қорқытым. Жақсы онда. Аман болыңыздар. Сау болыңыздар. Чао. Сен не бұл мұртты айтасың сен, не? Қайдағы мұрт? Кіріңдер. Давай, залетайте, быстро. Тамақ дайын ба, әйтеуір? Дайын. Наконец-то. Жігіттер, бұл бір біткен іс болды. Дұрыс жасадық. Бір косяктер бір отбасын құтқарып қалдық қой кәдімгідей. Жақсылық жасасаң, алдыңнан келеді дейді. Жігіттер, жанына айырылсайық дейді. Қош, біраз жүргелеңдер ғой, қиын болатын болды онда. Неде болса, қайғыңа ортақтың досым. Ол шілей қайғыратындай нәрсе емес негізі. Енді? Менше, бұл сәтті ұзақ айырылып кеттім, жігіттер. Жынды ма? Отағасы, кешіріңізші, сіз туралы жаман ойлағаным үшін. Кешірме қайда барам? Кешірем о? Қой жігіттер, жеңгелерін шығарып салайын мен. Кеттің, давайте. Жақсы. Онда мен де кеттім. Жан, түш кетке. Жақсы. Бекада үйіне кіріп кетті, шығарып салайын десем. Жанна қайда? Кездеспедіңдер ма не? Жаннамен айырылысып кеттік. Енді реально свободный адаммын. Неге айырылсыңдар деп сұрамаңдар, қарашы. Жан, білесің ба? Саған бір сөзді күніге айтсам жалықпаймын. Қандай сөз ол, отағасы? Мен сені жақсы көрем, және де мен сені кездестіргеніме еш өкінбеймін. Айтпақшы, TikTok не болып жатыр? Уже 17 мың подписчик жиналып қапты. Молодец. Рахмет. Сен Қандай болсын да жақсы көремін ғой сені. Жұрт сені қиял дей ма, ақымақ дей ма? Сен мен үшін ең ақылды адамсың. Рахмет саған, мен тастап кеткен үшін. Зато енді ешкімнен таяқ жемеймін. Yes! Мен ғой кәлі. Сәттердім. Қойындаш бол. Данияр деген осы я. Мамасы, не қылдыңыз сіз? Бұл шығап кім бар кім Данияр деген осы дегеніз? Ашылмады. Сіз вообще сөйлемеңіз бұл көріністе. Данияр деген осы деп потом айтасыз. Қайдағы Данияр? Сіз қайдан білесіз шығап кім бар екенін? Қайдағы Данияр айта салыңыз. Сағынған.
шишіп алай отыр. Жоқ, Пошел нахуй. жоқ, жиналды. Не деймін, тайбал, кука. Айтамайым. Зайбалы! Күлмеші! Ешкім жүріп отыр. Сағынғаным, Зайбалы! сағынғаным жаныңдамын. Алауладым айтамайым. Олай ақ айтамайым. Әдем бастан, брат. Төрт қатарын айтшы. Сағынғаным жаныңдамын, алауладың жалындадым. Сенем дедің, жүрегімнің ауырған. Болды,